Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз көздің айналасындағы әжімдерге қарсы маскалар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көз айналасында мимикалық әжімдер ерте пайда болады. Жастайынан көз айналасындағы теріні күтіп, әжімдердің алдын ала білу ләзім. Қолдан жасалған маскалардың бір ерекшелігі құрамына қосылатын ингредиенттердің сапасына сенімді бола аласыз. Сіздерге бірнеше маскалардың жасалуымен таныстырмақпыз. Бірінші маска – ақжелкен петрушка маскасы. Бір кішігірім ақжелкен шоғырын ұсақтап турап, бір ас қасық қаймақпен араластырасыз. Түзелген қоспаны көз айналасындағы теріге жағып, 20 минуттан кейін жылы сумен жуып тастайсыз. Ақжелкен маскасы теріні құнарландырып, ұсақ әжімдерді жазады. Екінші маска – жүзім маскасы. Бірнеше жүзім жидегін езіп, суын мақта сулығымен көз айналасындағы теріге жағады. 20 минуттан кейін жуып тастасаңыз болады, немесе жатар алдында жағып түнге қалдырсаңыз да болады. Осылайша теріге табиғи құнарлы заттар сіңеді, ал бұл әжімдердің пайда болуының алдын алады. Үшінші маска – балдан жасалатын маска. Бір шай қасық балды жұмыртқаның сарысымен араластырып, бірнеше тамшы зәйтүн майын қосыңыз. Алынған қоспаны көзіңіздің айналасына жағыңыз. 30 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Төртінші маска – шипалы шөптерден жасалатын тұнба. Бір шай қасық кептірілген шөке, темеда, қырмызы мен көк тікенді араластырып, 3 стакан ыстық су құйыңыз. Жарты сағаттан кейін көз айналасына арналған компресс жасайсыз. Бұны күнделікті жатарда жасауға болады. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.